Сәлем достар, сіздермен мен Айгерім Мырзабек. Сіздермен бүгін көк помидордың қыстың күнге тұздалу жолын көрсететін боламын. Үй жағдайында өте оңай. Ол үшін ең алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сонда шыққан рецепттердің алғашқыларының бірі болып көретін боласыз. Ең алдымен қажетті заттарымызды жуып, тазалап алатын боламыз. Одан кейін помидорларымызды дәл видеодағыдай етіп турап алатын боламыз. Үлкен болса 4 бөлікке, кіші болса 2 бөлікке. 2-3 бөлікке бөліп турап аламыз. Бұл жердегі помидорлар өзімнің егілген бау-бақшамнан шыққан помидорлар. Толық рецепті мен описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Болгар тәтті борщында осылай дәл видеодағыдай турап алатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып кетуді ұмытпаңыздар. Қоңырауша белгісі жанындағысында басып кетіңіздер. Менің қазақша контент каналымды дамуына үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Барлығын дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Бұл жерде менде қызыл мен көк болгар борщын таңдадым. Өз қалауларыңызша әшіні қолдансаңыздар да болады. Мен бұл жерде 2 әшіні қолдандым. Сіздер қолданбай да осылай істей берсеңіздер болады. Кішкене әшілеу болсын деп мен әшіні қолдандым. Содан соң блендерден чесноктарды өткізіп аламыз. Блендер болмаса, егерде үкіштің көмегімен өткізсеңіздер де болады. Сәбізді де теркадан өткізіп алдық. Мен бұл жерде үлкенірек бір сәбізді теркадан өткіздім. Тұзымызды, түрлі дәмдеуіштерімізді де қосып алатын боламыз. Қызыл бұрыш пен қара бұрыш бұл жерде менде қосқан. Содан соң ірілеу қара бұрыштан да қостым. Қаласаңыздар, сіздер қоспай қойсаңыздар да болады. Мен бұл жерде кішкене әдемірек көрінсін деп қара бұрыштың үлкендеуінде қостым. Араластырып аламыз жақсылап. Содан соң бір ас қасық көлемінде уксус құйып алатын боламыз. Уксус құйғаннан кейін де жақсылап араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып алып, арнайы кастрюлемізге беті жабылатын ыдысымызға салып жайғастырып аламыз. Ыдысымызға салып жайғастырдық. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.